Кеуде-ішілік лимфа түйіндерінің перкуссиясы. Филатов симптомын анықтау. Баламен сенімді қарым-қатынас орнатады, қолын жуады, науқасты шешіндіріп, оған ыңғайлы қалып береді. Баланың қалпы жасына және анықталатын симптомға байланысты арқасымен немесе ішімен жатқызу, отыру, тұру. Филатов симптомын анықтайды. Кеуде клеткасының артқы беткейінде жауырын аралық аймақта екі жақтан, жауырын ұшынан, жауырын ортасынан, жауырын бұрышынан омыртқаның қылқанды өсінділеріне қарай перкуссия жүргізіледі. Баланы киіндіреді. Жүргізілген зерттеуді қорытындылайды. Филатов симптомы паратрахеалды лимфа түйіндерінің ұлғаюы кезінде байқалады. Омыртқаның қылқанды өсінділерінен дыбыстың қысқару аймағы екі жақта да 1,5 см кем болса, симптом теріс. 1,5 см артық болса, симптом оң.